жастардың ортасында қазақша сөйлеймін. Ұялтам. Сол үшін олар бәрі қазақша сөйлейік деп ұялады. Уже почти деген сөздер бар. Так, уже деген мне деп айтамыз. Міне. Почти тоже мне. Лифтті қазақша қалай айтсақ болады? Тез қалай еді? Жедел саты ма? Жедел саты. Бәрекелді. Үлес болғанда ең біріншіден мен мемлекеттік тілде сөйлесем, ол менің бірінші мақсатым. Барлығымызда тек қана қазақша сөйлеуіміз керек деп ойлаймын. Телефоныңыздың тілі қай тілде? Телефонымның тілі қазақ тілінде, менің әлеуметтік желілерім де қазақ тілінде. Ұстап қалам дедіңіз ба осы жерде мені? Жоқ. Кей кезде таң қаламда қазақ достарым бар. Көбінде орыс тілі тұрады. Негізінде қазақ тілін жүктеп алу керек. Крутой сөзінің қазақшасын қалай аударсақ болады? Крутой, керемет. Лифт. Лифт. Қазақша, орысша сөздерді араластырып сөйлегенді мен жақтыра қоймаймын, ұната қоймаймын. Өзіңіз уже почти дегендер қалай аударар едіңіз? Аудармаймын да, бұл сөздер маған керек емес. Қазақ тілінің сөздік қорында жоқ сөздер. Сол себепті тек қана қазақша таза сөйлеуге тырысамын. Почти келіп қалдым. Келіп қалдым, тұрмын, келдім.